Айт арабша тілімізге аударғанда мейрам деген мағынаны білдіреді. Айт намаздарының уәжіптігі Құран мен сүннетке сүйенеді. Бірінші Рамазан айты, екінші Құрбан айт. Мәдинадағы бір аңсар сахаба исламнан бұрын тойлайтын екі күннің болғаны туралы пайғамбарымыз алейхиссалям айтқанда, ол Алла сол екі күннің орнына сендерге олардан әлде қайда жақсысын берген. Біреуі Құрбан айт, екіншісі Рамазан айт, деді. Алла елшісі алейхиссалям екі айт намазын оқығаны жайлы хабар тәуәтүр жолмен бізге жеткен. Пайғамбарымыздың алейхиссалямның алғашқы оқыған айт намазы хижреттің 2-ші жылындағы Рамазан айт намазы. Бұны Ибн Аббас былай деп айтады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям Әбу Бәкір, Омарлармен бірге Рамазан айт намаздарына қатыстым. Барлығы да айт намазын құттадан бұрын оқыды. Басқа бір хабарда Ибн Аббас Алла елшісі айт намаздарын азансыз, қаматсыз оқыды деп риуат еткен. Үкімі қандай? Жұма намазы парыз болған жандарға осы екі айт намаздары да уәжіп. Бірақ айт намаздарында құтпа намаздардан кейін оқылады. Бұлай оқылуы сүннет. Айт намаздарының уақыты қандай? Айт намаздарының алғашқы уақыты күннің көкжиектен найза бойындай көтерілгендегі уақыт. Бұл шамамен күн шыққаннан кейін 50-55 минутты өткеннен кейін басталып, бесін намазының кіруіне дейін жалғасады. Айт намазының оқылу тәртібі. Айт намазы 2 рәкат, жамағатпен жария түрде оқылады. Азан мен қамат оқылмайды. Имам мысалыға 2 рәкат Рамазан айт намазыны ниет еттім деп ниет етеді. Жамағат болса 2 рәкат айт намазына ниет еттім, ұйыдым имамға деп ниет етеді. Аллаху әкбар делініп, ифтитах тәкбірі алынады. Қолдар байланып, имам мен жамағат бірге құпиялай Субханаке Аллахума дұғасын оқиды. Одан кейін имам жариялай, жамағат құпиялай Аллаху әкбар деп 3 рет тәкбір алады. Әрбір тәкбірді айтқанда қолдар жоғары көтеріліп, 2 жанына түсіріледі. Әрбір тәкбірдің арасында 3 тәсбих айтылатындай сәт тұрады. 3-ші тәкбірден кейін қолдар байланып, иман ағузу мен бисмиллахты құпиялай, одан кейін фатиха мен қосымша сүрені жариялай оқиды. Осыдан кейін жариялай Аллаху әкбар деп рүкух пен сәждеге барады. Жамағатта құпиялай тәкбір алып имамға ұйыды. Содан кейін 2-ші рәкатқа бастайды. Имам құпиялай бисмиллах жариялай фатиха, содан кейін қосымша сүре оқиды. Міне осыдан кейін осы жерде алғашқы рәкаттағыдай 3 рет тәкбір алады. Бұдан кейін имам жариялай, жамағат құпиялай Аллаху әкбар деп рүкух пен сәждеге барады. Одан кейін отырып әт-тәхият, салауат, Рәббәнә дұғасы оқылып, 2 жаққа сәлем беріледі. Яғни бұл айт намаздардың әрбір рәкаттарында 3 қосымша тәкбір бар. Бұл тәкбірлер уәжіп. Құтпашы айт намаздарының артынан мінберге шығып, тіке тұрып, жұмадағыдай 2 құтпа оқиды. Айт құтпаларында тәкбірмен басталып, жамағат та осы тәкбірге жайлап қосылады. Жұма намазындағы сүннеттер мұнда да сүннет. Мәкрух болған нәрселер бұл жерде де мәкрух. Айт құтпасының намаздан бұрын оқылуы мәкрух.